Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз өткен шақ формаларының төртінші түрі Past Perfect Continuous туралы әңгіме қозғаймыз. Past Perfect Continuous аты айтып тұрғандай, өткен шақтағы созылмалы өткен шақ. Мысалға алатын болсақ, егер Past Simple шағындағы іс-әрекет мына жерде орын алған болса, Past Perfect көріп тұрғандарыңыздай Past Simple шағындағы іс-әрекетке дейін орын алған іс-әрекет, ал Past Perfect Continuous болса, Past Simple шағына дейін болған үздіксіз қайталанып отырған немесе тоқтаусыз болып өткен оқиға немесе іс-әрекет. Оның жасалу жолы келесідей: had көмекші етістігі, been көмекші етістігі және ing жалғанған кез келген етістік қойылады. Past Perfect Continuous шағындағы етістік жақтарға қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Көріп тұрғандарыңыздай, Past Perfect Continuous шағында етістік жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Мысалға, I had been sleeping when Pride and Prejudice started. Честь и предубеждение деген фильм басталған кезде мен ұйықтап жатқан болатынмын. Had көмекші етістік, been көмекші етістік және ing жалғанған sleep негізгі етістігі. Одан кейін екінші жақта да тура сондай. You had been sleeping when Pride and Prejudice started. Үшінші жақта he немесе she had been sleeping when Pride and Prejudice started. Ешқандай өзгеріс жоқ. Көпше түрде дәл солай had been және ing жалғанған етістік жазылады. Past Perfect Continuous шағы сөйлемнің түрлеріне қарай қалай ажыратылады? Болымды сөйлем: Әлия had been singing before the teacher came. Мұғалім келместен бұрын Әлия ән салып жатқан еді. Had көмекші етістігі, been көмекші етістігі және ing жалғанған sing негізгі етістігі. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз had көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзін қоямыз. Сонда Әлия had not been singing before the teacher came. Мұғалім кірместен бұрын Әлия ән салып жатқан жоқ еді деген сөйлем шығады. Және сұраулық формадағы сөйлем жасау үшін біз had көмекші етістігін есім мағынасын беретін сөздің алдына шығарып жібереміз. Сөйлемнің басына been көмекші етістігі және ing жалғанған негізгі етістік өз орындарында қалады. Сонда had Әлия been singing before the teacher came деген сөйлем жасалынады. Әлия мұғалім кірместен бұрын ән салып жатқан бе еді? Past Perfect Continuous шағының Past Perfect шағынан басты айырмашылығы неде? Оның басты айырмашылығы Past Perfect Continuous шағындағы етістік өткен шақтағы іс-әрекетке дейін үздіксіз жалғасын табады. Past Perfect шағындағы етістік бір ғана мәрте орындалуы мүмкін, немесе бірнеше мәрте қайталануы мүмкін, бірақ үзілістермен. Мысалға, we had been walking down the street when the bomb went off. Бомба жарылған кезде біз көше бойымен келе жатқан едік. Іс-әрекет созылмалы түрде жалғасқан, немесе іске асқан. Ал екінші сөйлемде we had walked down the street when the bomb went off. Бомба жарылмас бұрын біз көше бойымен жүріп өткен едік. Немесе бірнеше мәрте жүріп өтуіміз мүмкін, бірақ үзілістермен. Яғни іс-әрекет бір немесе бірнеше мәрте үзілістермен іске асады, ал Past Perfect Continuous шағында ол үздіксіз жалғасады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі сабағымызда біз келер шақ формаларының бірінші түрі Future Simple туралы әңгімелейміз. Ендеше